Йоу достар, барлықтарына сәлем, сендермен мен бүгін елдармын. Бүгінгі біздің видеоның тақырыбы қалай Майнкрафтты официально скачать етуге болады деген, без вирусов бәрі чисто қалай скачать етуге болады деген сұрақтар туындаса, мен сіздерге айтарым былай. Этап бойынша бүйтетін боламыз. Қараңыздар достар. Бірінші аламыз да любой бір браузерге кіреміз. Мысалға менде ол Яндекс болады. Яндекс, любой браузер, Opera қандай болады. И поисковикқа жазамыз скачать. Launcher дейміз, менде шығып тұр. Launcher деп скачать етеген басамыз. И официальный сайт менде самый бірінші болып осындай шығу керек. Қараңдар достар. TL көк болып тұру керек, короче. Осылай кіреміз. Кірген бетте міне қараңдар достар. Launcher, лучший launcher Minecraft дейді. Осыны басамыз, скачать launcher. Міне достар, осылай шығатын болады. Если сендерде Windows болса, меніңде Windows тосасыңдар. Если MacBook болса, MacBook, Linux. Мен случайымда ол Windows'ты бастым. Мен сендерге көрсетемін просто. Баспаймын, просто көрсетемін. Менде ол Windows шығады. Басасыңдар. Сосын осылай шығады. Скачать деген шығады, да? Ал менде скачанный, так что мен оны баспаймын. И келесі тап қарандар мен осылай. Міне достар, ол короче launcher менде скачать етілді. Самый последний версия 2.923 дейтін launcher последний. Менде достар кіріліп жатыр. Міне достар, өші менде кірілді. Қараңыздар. Көз алдылағандай. Жаңа launcher скачать етесіздер через браузер какой-то. Мысалы менде Яндекс болды. Деме скачать еттім. Менде осылай кіреді. Launcher. Последний версия. Межде модтар міне. И нәжде мен аккаунт кірген бетте сіздерде аккаунт болмайынша осы жерде тұрады. И сіздер аккаунт создать етесіздер. Мен случайымда мен создать еттім. И новейшая версия, самый последний версия менде міне 1.21.4. Енді өздеріңіз қалай білесіздер, қалайсыздар, солай скачать етін бұралысыздар. И войти в игру дейсіздер. Міне көргеніңіздей достар, менде осылай кіреді. Не, все. Официально Java Edition. Мен сөзі бір заттар айтпай кеттім достар, қараңдар. Если сендерде жаңа загрузка установить болған кезде, сендерде осылай шығу мүмкін Java жоқ деп, и Java'ны скачать ету керек дейді. И өзі сол жаңағы сайт өзі официально сендерге шығып тұрады, Java Edition дейтін нені. И соны сендер жүктейсіңдер компьютерға, и өзін установить етесіңдер. Ол кішкене бір 10-15 минуттай уақыт алады, и соны скачать етесіңдер, бітті, сонымен кірілетін болады. Мен де дәл солай кірдім. И одиночная игра, мысалы қандай, менде творческий режим, мен жай көрсетке дейін қалай сіздерге, қалай ойналынады, қалай бәрі болады. Осылай кіріледі, көбісі осымен ойнайды, лаунчермен. Міне достар, қараңдар. Қатпайды да, дым істемейді, міне бәрі официально. Міне қойылады, удалетіледі, қойылады, удалетіледі. Міне осылай бәрі нәжде бар. Міне достар, мен сіздердің көз алдыңызда скачать еткен болатын Майнкрафтты. Если видео ұнаған болса, обязательно лайк қалдырып кетіңдер достар. Мен дальше лайфхактар түсіретін боламын. Всем пока.